Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 20-шы сабақты талқылаймыз. Сабақтың тақырыбы дауыссыз дыбыстардың түрлері. 5-ші жаттығу. Мәтінді түсініп оқы. Гүлім мен Гүлсім. Бүгін анамыздың туған күні. Жұмыстан келгенше сыйлық әзірлейік деді Гүлім. Дұрыс айтасың, бірақ әркім өздігінше дайындалсын деді Гүлсім. Келістік. Гүлім ауладан бақбақ пен раушан гүлін теріп қоңыр құмыраға салды. Ал Гүлсім түрлі түсті қағаздан гүл жасап сары құмыраға жиды. Әдемі болды. Анасы келгенде екі қыз сыйлықтарын алып алдынан жүгіріп шықты. Дауласып қалды. Мен үлкенмін, сондықтан мен бірінші беруім керек деді Гүлім. Жоқ, мен үйдің кішісімін. Сол себепті мен бірінші беруім керек деді Гүлсім. Екеуінің де бірге сыйлаңдар алтындарым, өйткені бірлік түбі береке. Ниеттеріңе рахмет, деп анасы беттерінен сүйді. Бұртиып тұрған екі қыз жібіп, анасын туған күнімен құттықтады. Анасының сөз қыздарына қалай әсер етті? Жауабы, анасының сөзі қыздарын татуластырды. Екеуі бұртиғанын қойып, анасын туған күнімен құттықтады. Енді қарамен жазылған сөйлемдегі сөздерді дауысты және дауыссыз дыбыстарға ажырат. Бұл сөйлемде Гүлім, дауысты дыбыстар, дауыссыз дыбыстар Г, Л, М. Ауладан сөзіндегі А, У, А әріптері дауысты дыбыстар, ал Л, Д, Н әріптері дауыссыз дыбыстар. Бақ сөзіндегі А әріптері дауысты, Б және Қ әріптері дауыссыз. Пен, Е әріпі дауысты, П, Н әріптері дауыссыз. Раушан сөзінде А, У, А әріптері дауысты, қалған әріптері дауыссыз. Басқа сөздерде де дәл солай жасалынған. Енді келесі жаттығуды орындай берейік. 6-шы жаттығу өлеңді көшіріп жаз. Не ыстық, аспанда күн ыстық, ал жерде кім ыстық, әке мен шешеміз. Бәрінен тыныштық деген сөз тым ыстық. Аспанда күн ыстық деген сөйлемге дыбыстық талдау жаса. Аспанда буын саны 3, аспанда. Әріп саны 7, дыбыс саны 7. Дыбыстар аспанда. Дауыссыз дыбыстар А, 3, дауыссыз дыбыстар С, П, Н, Д, яғни 4 дауыссыз дыбыс. Күн сөзінде де буын саны 1, әріп саны 3, дыбыс саны 3, дыбыстар К, Ү, Н. Ыстық сөзінде буын саны ыстық 2 буын, әріп саны 5, дыбыс саны 5. Аспанда күн ыстық сөйлемі 3 сөзден 6 буыннан 15 дыбыстан тұрады. Дауысты дыбыстар А, Ү, дауыссыз дыбыстар С, П, Н, Д, К, Т, Қ әріптері. Келесі жаттығу. 7-ші жаттығу жұмбақ өлеңді оқып шешуін тап. Түп нұсқасы. Халық аты. 2 шеткі әріпін қысқартса қазақтың қарты. Жауабы қазақ. Қарт сөзіне мәндес сөздерді тауып сөйлем құрап жаз. Жұмбақтың шешуі қазақ, ал түсіндіретін болсақ, қазақ ол халықтың аты. Бірінші және соңғы әрпін алып тастасақ, аза қалады. Ал аза, қарт, кәрі, мұң мағынасында қолданылады. Мысалы, азалы, азайған тағы басқа сөздерде. Қарт сөзіне мәндес синоним сөздер кәрі, ақсақал, шал, жасы үлкен адам, қария. Ал сөйлем құрастыратын болсақ, бірінші, ауылдың қариясы бәріне ақыл кеңес беріп отыр. Екінші, көшеде отырған кәрі адам балаларға батасын берді. Үшінші сөйлем, әжем мен атам біздің үйдің ең қадірлі ақсақалдары. Міне осылай сөйлем құрасақ болады екен балалар. Шығармашылық үзіліс. 8-ші жаттығу. Төркөздерде жасырынған туыстық атауларды тауып жаз. Өзің қалаған бір сөзге дыбыстық талдау жаса. Бұл төркөзде мен 10 сөз таптым.
іні, қарындас, шөбере, немере, ата, ана, аға, әпке, әже, әке. Және өзің қалаған бір сөзге дыбыстық талдау жаса. Мен немере сөзін алдым. 6 әріптен тұрады. 6 дыбыстан 3 буыннан тұрады. Дауыстылары е. 3 е бар. Дауыссыздары н, м, р. Осы әріптер дауыссыздар. Ал балалар, сабақ түсінікті болса, сау болыңдар. Менің видеомды көру үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар.